жаңа қозғалыс оқыту және тәжірибе атты облыстық полигон алаңына қош келдіңіздер. Бүгінгі іс-шарамыздың барысында да мына жерде қазақ әдебиеті оқулығы жаңа көзқарас оқыту және тәжірибе меңгеруі. Сіздердің жұмыстарыңызға тек сәттілік тілеймін әріптестер. Бір-бірімізден көре жүріп тәжірибемізді толықтырамыз деген ойдамыз. Ой пікірлеріңізді ортаға салып отырайық. Бүгінгі іс-шарамызға сәттілік тілеймін. Құрметті әріптестер, мен өз сөзімді Ақсілеу Аға Сейденбектің сөзімен бастағым келіп отыр. Мынау арқамызды сүйеген кезде, арқамызды сүйеп отырғандар ең биік шың ол сіздер. Орай Алтынсаринның тамаша сөзі бар, істің болар қайыры бастасаңыз аллалап дейді. Бүгін міне осы бір алғашқы іс-шараны аллалап бастап отырмыз. Алла саған қайырын берсін, сәтін салсын. Мынау оқыған білер әрісті бір жарайтқан аласын дейді. Ыбырай ағамыз. Міне соның осы сөзі Әл-Фарабидің ғылымның көркі оның есін танымақ деген сөзбен өтесіп жатқан сияқты. Абайдың өзі айтады ғой, жер жүзін безендірген тәңірім шебер дейді. Біз осы әдебиетте сөзбен безендірілген адам тағдырын біз қаншалықты оқытып жүрміз. Абайдың өзі айтады ғой, Машһүрде ақын, мен де ақын, бірақ Машһүр менен әулиелігімен ұл дейді. Өтіпті талай жақсы бұрын бізден. Біз адастық сол ақын салған ізден. Біреуге кінә арту дұрыс емес, не көрсетті көрдік біз пейілімізден дейді. Жақсылардың ізінен еріп, біз әдебиетті оқытып жүрміз. Бірақ бүгінгі оқушы қалай сезініп, қалай қабылдап жүр. Әңгіменің төтесіне көшейін. Мен айтатын сөзім бар, дұрыс шешім ақиқаттан да үстем дейді. Деп айтам. Мынау Европа ғалымдарының зерттеу бойынша ең көп шешім қабылдайтын осы ұстаздар екен. Шындық біреу, тұжырым бірнешеу. Жалпы бүгінгі оқулықтың жай-күйі қандай? Жаңартылған білім мазмұнын не мақсатта енгіздік? Осы бойынша ой пікір бөлісейік. Бүгін бір риясыз әңгіме, салиқалы сөз, салмақты ой айтылады деп сіздермен жүз кездесіп отырғанымыздың жөні осы. Әріптестерім, сөз қосайық. Мен Талас ауданы Қаратау қаласындағы лицейдің мұғалімі, есімім Манарбаев Ерхан Спанбайұлы. Осында облыстық іс-шараларда әдебиетті қазір бәріміз қолымызға ұстап отырмыз. Қазір әдебиетті баяғыда бір мемлекеттік бір баспа шығармайды, әртүрлі баспа, кім ұтады, сол жасайды дейді. Және оның жазып отқандар кімде, ол мектептегі оқушыларды көрген ұстазы ба, мұғалім ба, жоқ әлде сонау жоғары оқу орнынан бірден сондай бір ғалымдық дәрежеге түсіп кетіп қалғандар ма? Шын мәнісінде сол қайнап жатқан өмірдің ортасындағылар біледі ғой, оның қандай оңай, қандай қиын екенін. Сондықтан да мынау әдебиетке жалпы өз көзқарасының бойынша көңіл толмайтын жерлер де бар. Өйткені жаңағы оқушының жас ерекшелігіне сәйкес шығармалардың берілмей қалуы, сондай сияқты қысқа ғана, кішкентай ғана бір шығармаға бірнеше сағаттан бөліп тастау бағдарламаға сай. Бағдарламаны біз қалтай алмаймыз ғой. Қалай болғанда сонымен жүретініміз анық қой. Бәке сөздің аузында. Құрметті әріптестер, мен кеше ғана біздің күніге облысымызда халықаралық деңгейде үлкен семинар өтті. Сингапурдан келген мырзаға сөз сұрақ қойдым. Біз 30 елдің құрамына кіруге талпынып жатырмыз ғой. Сіздер 6-тыңға, 10-тың қатарында жүрген мемлекетсіңіздер. Сіздердің көздеп отқандарыңыз не дедім? Сонда айтқаным мына ғой. Отбасындағы сабақтастықты жоғалтып алдық дейді. Әке мен бала, ана мен қыздың арасындағы байланыс үзіліп қалды дейді. Бір дастарханның басында отырып сөйлесу біз үшін үлкен проблема. Салт дәстүрден біз алыстап кеттік дейді. Біздің ендігі мақсатымыз осыған қол жеткізсек дейді. Европаның киноларын көріп отырсаңыздар, дамыған мемлекеттердің киносын көріп отырсаңыздар, бір дастарханның басында, бір үстелдің басында әке мен бала, ана мен қыздың сыйыспай отырғандығын көріп жатырмыз. Сол кезде сұрақ қойдым, жаңа әкем айтты ғой, біз жарастықтану пәндерімен бәсекеге түсе алмай келатырмыз. Үлкен идеялар көтеріп жатыр. Жаратылыстану пәндеріндегі әдіс тәсілдерді гуманитарлық пәндерге алып келейік дейді. Не тәсілдер бар? Алып келейік, не тәсілдеріміз бар? Көрейік.
сонда айтып жатыр, осы Сингапурда осы гуманитарлық пәндер қалай жүргізіледі деген кезде Базарбай мырза мен тап осы сөзіме мен жауап бере алмаймын дейді. Міне, бұл әлемдік проблема деп айтуға болады гуманитарлық пәндердің басындағы жағдай. Аха, пікір болса. Қазақ әдебиеті пәніндегі қазіргі қиындық бұл шығарманың мазмұнын оқыту болады. Қазіргі осы онлайн уақытында балаға ең бірінші мәселе мазмұнды меңгерту. Мысалы 13 сыныпта қазір 290 Медеу Сәрсекенің Қаныш Сәтбаев деген роман эссесін өтеміз. Үлкен шығарма. Мен өзім сыныптарыма қазір демалыс күндерінде мен оларға бірінші бөлімді бітіресін. Басқа шығармаларды алып қарағанда мен осы ең қиын мәселе деп есептеймін. Өйткені бала мазмұнды білмесе ары қарай сабаққа даяр болмайды. Қалай жұмыс істейді бала? Түрлі жұмыстар береміз. Мысалы, эссені өзін алайық. Эссені жазу үшін де бала алдымен негізбен таныс болу керек, шығарманың негізімен, мазмұнымен таныс болу керек. Бұрынғы кезімізде енді офлайн уақытында біз баланы қатты қадағалап алып, бұл шығарманы әбден қай шығарма болса да меңгертіп, содан кейін барып жұмысты әртүрлі әдіс тәсіл пайдалануды жүргізетінбіз. Қазіргі кезде осындай кішкене қиындығымыз бар. Баламыз қаншалықты қысып тұра аламыз, осы шығарманың мазмұнын білу, меңгеру бүгінгі күнде осы қиын мәселелердің бірі болып тұр. Осының да бәріміз әріптестер пікір алмаса отырып, осында қарастырсақ, жалпы балаға әдебиетті оқу, сүйіп оқу, осыған баулу. Рахмет. Құрметті әріптестер, мынау әдебиет сөз өнері дейміз. Анау Ахметтен келе жатқан анықтама ғой. Әдебиет өмір оқулығы, менің асыл сөз, әдебиет, менің ұстазым айтады, әдебиет бұл адамзат дамуының бағдаршамы дейді. Жаңбыр сөз. Кез келген ғылымның бағдаршамы ол әдебиет. Қараңызшы оқушылар, әріптестер, кезінде фантастикалық шығарманы оқыдық қой. Сондағы шындықты бүгінгі күні жарылыстағы пәндер оны дәлелдеп жатыр. Сонда қараңызшы, әдебиет кез келген жаңа жаратылыстану пәнді креативті түрткі болады. Міне қараңызшы, бүгінгі күнде неге әдебиетті оқушылар енді анау айтқан көңіл бөлмейді дегенден ойдан аулақпын. Бірақ осы бір нәрсе екінші, үшінші сатыға түсіп кеткенін мен мойындаймын. Неге осындай әдебиеттің деңгейіміз төмен түсіріп алдық? Мынау өзбек халқында бір тамаша сөз бар. Жаман еш шықса алды әуелі өзіңнен хабар ал дейді. Соны оқытып жүрген біз ұстаздар кінәлі емеспіз бе? Дұрыс айттым ба білмеймін енді. Қазір менің ойым сөйлеп тұр. Не айтасыздар Бақтар әпке, Әсет әпке? Ал ол мазмұнын игерту үшін бұрынғы, мысалы үшін біздің өзіміздің кезімізде оқытқан кітаптар, мазмұн мақұл. Қазір кез келген бала көркем шығарма оқымайды. Сол үшін кішкене болса да оқулықтарға аннотация ретінде бір көлемді мағлұмат беретін нәрсе болса, соны мен ұсыныс ретінде айтқым келеді. Рахмет Әсет әпке. Мынау әлемде жазушыларда ең кітабы миллиардтаған тиражбен тарайтын ол Габриэл Гарсия Престер. Одан кейінгі адамзаттың айтпас Шыңғыс Айтматов. Европа қазір айтып жатыр, Габриэл Гарсияның кітаптарын оқу қазір уақыттан кетті дейді. Олар сөйтіп қабылдады. Заман талабынан кетті, оны шығармалады. Енді қараңызшы, бізде әдебиетте дәуірлік кезеңдерінен ажырап қалдық. Дәуірлік кезең берілген жоқ. Қарапайым 7-ші кластың әдебиетінде әріптестер қараңызшы, жиенбет жырау беріледі. Жиенбеттен кейін Қазтуған беріп отыр. Ай құдай-ай, екеуінің арасы бір қасты емес па? Бірінші Қазтуған емес па? Біз бірінші жиенбетті бастап, одан кейін Қазтуғаннан өткеннен не ұтамыз? Осы айтады. Әуезов айтады ғой, 100 жылға созылған заман әдебиеттері. Оны 3 класста бөліп берудің не мақсаты бар? 3 сыныпта. Құрметті әріптестер, бұл сауалды ортаға тастап отқан мәнісі астан келген Абайға Құнанбай ас қалай өтті дейді. Сонда Абайдың айтатын бар ғой, бұл әдетте жөн білетін, сөз білетін ұл тумаған екен, ас өз деңгейінде өткен жоқ дейді. Сонда Құнанбайдың айтатыны бар ғой, көрмесең, көргеніңді айтпасаң,
көргенсіз дейді, білгенді айтпасаң жетесіз дейді. Неге көрген білгенді ортаға салмайсың дейді. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады, онда сен де жамансың дейді. Құнанбай Абайға осылай айтып жатыр. Бүгінгі әдебиеттегі поэзиялық шығармалардың оқытылу деңгейі қандай? Біз енді осыған көшіп, бір тамаша сөз бар, Жұмекен Нәжімеденовтің көркемдікті жасырамын кейдемен түк қалдырмай көз көретін деңгейге мен түгілі табиғаттың өзі де тереңірек көнбейме дейді. Әдебиеттегі осы біз поэзиялық шығармаларды қалай оқытып жүрміз. Кезінде Қадыр ағам айтып еді, ақынға керек ақыл көп, жындылық керек азаған деді. Сонда Зейнолла ағамыздың айтатыны бар ғой, ұстазым сөйлеп, Қадыр аға, ақынға керек ақыл көп, асылдық керек аздаған деп жаңағы Асылман Спенов Мадинге өзіңіз осы қалай болады деген кезде ақын ғой енді дұрыс деп мойындалған еді. Бүгінгі поэзиялық шығармамен оқушыларымыз қаншалықты сусындап жүр? Бәке, кредитті ой тастасаңыз. Поэзиялық шығарма деген қазір балалар тақпақ сияқты көреді ғой бір одан. Елесі тақпақ сияқты айтып берсе, болып соған бағалсам болды деген дүние. Ол емес қой шын мәнісінде. Поэзия деген тұнып тұрғанын ол барлығы бүкіл әлем өзінше бір әлем. Ол оқыту деген нәрсе тұтану ол жаңағы айтқан жыраулар поэзиясы, оның алдындағының барлығы сол үстіне тереңдігіне барып бойламаса ол поэзиялық шығарманың оқыту деген нәрсеге жүрмей қалатын сияқты. Поэзиялық өзіндік қыры, өзіндік сипат, келіс. Мысалы, қазір мектептегі жас мамандардың сабағына кірсең, осы нәрсеге бойлай алмай жатады да. Енді ол сөз деген дүние өте кірпияз дүние ғой. Өлеңде отырған сөз ғой бәрі байнап келгенде. Мынау адамзаттың айтматығы тауқылаған романыменен Кассандра таңбасында бүйтіп айтады. Сөз Құдайдың өзі дейді. Сөз Құдайдың өзі дейді. Сөз Құдайдың бір сипаты дейді. Мен қазір әңгіменің төркін несін бағыттан Ақтолқын Атбекке қарай бұрғым келіп отыр. Абайда мынандай бір сөз бар. Өздерің білесіз, 8 аяғында алыстан сермеп, жүректі тербеп, шымырлап қойға жайылған дейді. Мына ғарыштан келген ой ғой. Ол бойына шымырлап таралды. Енді қараңызшы, Хиуадан шауып, Хиуа деп отырғанымыз, Өзбекстанда Хиуа қаласын айтып отырған жоқ. Қиядан шауып, қисынын тауып, тағына жетіп қираған дейді. Мына қараңызшы, баяғы бойға шымырлап жайылды. Енді іштегі тағына, іштегі жабайылықты қиратты, тізгіндеді, буындырды, өлтірді. Содан кейін барып айтады, не дейді? Сөйлеймін десең өзің біл дейді. Толғау 90 қызылды сөйлеймін десең. Одан кейін сөйле дейді. Қараңызшы, поэзияның құдіреті қайықта жатыр. Ақтолқын аға, әпке. Жақсы. Бүгінгі талдауға өз үнімді қосайын. Жалпы ақындық артынысы деп әдебиеттанушы ғалым Зейнолла Қартоловтың айтқан бар ғой. Яғни ақынның жазған шығармасын поэзиялық шығарманы танытып, оны оқушының жүрегіне жеткізе білу, бұл деген үлкен шеберлікті қажет етеді. Өйткені әдебиет сабағынан беретін мұғалім, мен осы сөзді жиі айтып жүрем, ол көп жағдайда ақын жанды болу керек деп. Ол енді бәрі ақын болып кетпейді, алдымыздағы 25 оқушыға өлең жазып тапсырма берген дейді. Бірақ оқушының жүрегіне жол таба білетін, сөз өнеріне жақын берген жағдайда сабақта ол оқушы бойына сіңімді болады деп ойлаймын. Ал енді поэзиялық шығармадағы басты кейіпкер ақынның өзі, лирикалық кейіпкер. Енді ол ақынның өзін талдауға біз жаңағы 5 сағат, 6 сағат беріп кетеді кейде. Сонда бір шығарманы, бір поэзиялық шығарманы оқушы талдап 5 сағат, 6 сағат ғыжып отырамыз, былай қазақша айтқанда. Ал енді менің ойымша, дәл поэзиялық шығарманы талдауға ондай 5-6 сағаттың керек жоқ. Және де оны бір сынып сабақта мысалы идеясын, шығармадағы негізгі идеяны анықтау, екінші сабақта көркемдік жаңағы жағынан талдау. Сол екі нәрсе менің ойымша 2 сағат жетеді, бір 5-6 шумақ өлеңде. Рахмет. Мына сөзіңізге тұздық болсыншы. Мына Азербайжанның сыншысы Сигурд Первакка ақын досы Ариса Касанның айтатыны бар ғой. Ақынды ақыннан дара қалып тұрады, не дейді? Сонда айтады, бұл оңай дейді. Не және қалай дейді? Не деп отырғанымыз өлеңнің мазмұны, қалай деп отырғанымыз форма дейді. Және үшінші бейнелі ой дейді. Біз оқушыларға бейнелі ой жеткізе алмай жатырмыз.
мына жерде енді мен әңгіменің бағытын салтанат қарындасыма бұрын келіп отыр. Жалпы осы поэзияны зерттеп жүрген ғой. Аға, сіз не дейсіз? Армысыздар, құрметті әріптестер. Мына бүгін барлығымыз осы көркем әдебиетті, соның ішінде қазіргі өзіміздің алдымызда жаңа тұрған қазақ әдебиеті оқулықтарының былайша айтқанда өзіміз ұлттық мүдде тұрғысынан талқылайық, талдайық деп жиналып отырған жайымыз бар. Енді біз анау қазіргі кезде мынау оқу мақсаттары бар, дағды бар, оны күнделікті айтып та талдап та жүрміз. Бірақ менің ең осы бірінші жаңағы көкейімде жүрген дүние прозалық шығарманы алсақ та, поэзиялық шығарманы алсақ та, әр ақын жазушының өзінің жазу тілі, яғни сөз бостандығы, шығармашылығына деген өзінің еркіндігі бар. Ал біз осы шығармаларды өз деңгейінде танытып жүрміз бе деген, оқушы оқымастан бұрын біз өз деңгейінде танытып жүрміз бе деген ой ең бірінші осы өзіме сұрақ түрінде де, мәселе түрінде де осы оралып отырады. Тағы жастарыңыз ғой. Жалпы поэзиялық шығармадағы біздің міндетіміз сезіндіру ғой. Сезіндіру ғой. Оның өлеңді мазмұндап айтып беру емес қой. Мағжанның айтатыны бар ғой. Өлең дейді, ақынның өмірімен өріліп отырады дейді. Өріліп отырады дейді. Жаңа салтанат айтып кетті ғой. Мұқа Төлегеннің өлеңі бар, аруана бауыр дүние. Осында қаралы мойын деген бар. Қаралы мойын деген не дейді? Ол сезінген бара соны сұрап отыр менен. Енді бір төтесінен көшейікші осы. Құрметті әріптестер, енді артық кетсем айып етпеңіздер. Біз біреудің кухнясына араласып кеттік. Сабақтағы дарынды балалармен жұмыс деген мақала жазып кеттік. Сабақтағы педагогтарды ұйымдастыру ма, әдіс-тәсілдер ұйымдастыру, әдіс-тәсілдерге көшіп кеттік. Соңғы кезде осы поэзия туралы мақала жаздық па? Жақсы қызы, бүгінгі дебат өз дәрежесінде естіне. Сіздің өзіңіздің пікіріңізді айтыңыз. Бүгінгі дебат мына әдебиетті оқытудағы жаңа көзқарас, осы жерде отырған мына Жамбыл облысындағы осы әдебиет саласының майталмандары қатысты. Ана сол барлығымыз өзіміз тәжірибемізбен бөлістік, өте керемет өтті. Бүгінгі таңда осы әдебиетті оқыту деген жастарға рухани білім беру, рухани байыту мәселесі бізде кезек күттірмейтін мәселе. Сол жаңағы құндылықтарды дарыту жастардың бойына. Міне өте керемет өтті. Осы жерде отырған барлық ұстаздар өздерінің тәжірибесімен бөлісіп, прозалық шығармаларды, поэзиялық шығармаларды талдаудың өте тиімді жолдарын ұсынды.